өн бойынан өр мінезі байқалған, өз елінің мақтанышы хас майталман, қайтпас қайсар Аманқостай атамды, мен атамды нағыз батыр деп айталам. Жеті атасын білген ол жеті жұрттың қамын жер. Менің әкем Полат, атам Аманқос, үлкен атам Жаңабай, бабам Арыстан, түп атам Сәрсен, түг атам Ишан, жеті атам Дүйсеке. Атам Аманқос Жаңабайлы 1979-1981 жылдар аралығында ауған жерінде соғыста болды. Оның әскери бөлімшелігі жанармай аппаратын міндеті қауіпті болды. 10 жылға созылған соғыста ауған халқына қарсы тұру оңай болған жоқ. Әскерде соғысқа әбден машықтанған тәжірибелі дұшпандар тұтқын жолдан тап берген. Қанды қақтығыста бірге жүрген жолдастарын қорғап, жау әскеріне қайтпас қайсарлықпен қарсы тұра білді. Атам достарының арасында сабырлы, салмақты мінезімен құрметке ие бола білді. Атамның еңбегі еш кетпеді. Оның толассыз жан қиярлығы еленіп 1988 жылы 28 желтоқсанда Ауғанстан Республикасына халықаралық борышын орындау кезінде көрсеткен ерлігі мен әскери қызметі үшін КСРО жоғарғы кеңесінің төралқасының төсбелгісімен марапатталды. 1989 жылы ақпан айында ауған халқының атынан интернационалист медалімен де марапатталды. КСРО қарулы күштерінің 70 жылдығының төсбелгісі және куәлігімен де марапатталды. 2010 жылы кеңес әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылғанда 20 жыл атты медалімен де марапатталды. Жасына жеткенше өзі туып өскен ауданның өркендеуіне атсалысты. Өз тәжірибесі мен білімін сарқа пайдаланды. Сол арқылы аудан халқының құрметі мен ықыласына бөленді. Атам барлық өмірін еңбекке арнап 2015 жылы өмірден өтті. Менің атам менің мақтанышым. Мен атаммен мақтанамын. Атамның ерен еңбектері, білімі кейінгі жастарға жалғаса берсе екен дегім келеді.